Қайырлы күн баршаңызға достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен кез келген қонағыңызға ұялмай ұсынатын дастарханыңыздың сәнін кіргізетін осындай керемет чебуректің рецептімен бөлісетін боламын. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Ал кеттік, онда бірге дайындайтын боламыз. Ыдысымызға бөлме температурасындағы су, май, тұз және ас содасын салып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Және ұнымызды екі бөліп, қамырымызды илеп алатын боламыз. Кішкене қаттылау қамыр етіп илейтін боламыз. Мінекей екінші бөлігінде қосып, қамырымызды илейміз. Мінекей осындай орташа тығыздығы, орташа қамырымыз дайын болады. Бетін жауып, тынғанша мінекей қалдыратын боламыз. Пешовой клюнкамен бетін жауып қойдық. Енді бізге достар осындай брынза қажет болады. Оны терканың ірі көзінен өткізіп алатын боламыз. Брынзаның орнын творогпен, сырмен, кез келген начинкамен алмастырсаңыздар да болады. Я картоппен де алмастыруға болады. Мінекей енді оның үстіне көк пиязымыз және укроптарымызды да майдалап турап алатын боламыз. Барлығын енді араластырамыз. Дәміне қарап тұз және қара бұрыш қосатын боламыз. Мінекей қосып алдық, енді жақсылап араластырып дайындап аламыз. Мінекей осындай қоспамыз дайын болды. Енді қамырымызды тынып, июі қанған қамырымызды осындай кішкене 3 бөлікке бөліп алдым. Және де оны ұнымызды сеуіп, қатты жұқа емес, қатты қалың емес, орташа қалыңдықта мінекей қамырымызды жайып аламыз. Және оны мінекей оқтауымызға орап, мінекей осындай көлемде барлығын дайындап аламыз. Мінекей енді кесетін боламыз. Мантыден кішкентай, пельменнің қамырынан үлкен осындай кубик тәріздес етіп, көлемін кубик тәріздес етіп барлығын кесіп аламыз. Кесілген қамырларымызды тағы да осы кубик тәріздес етіп барлығын бір келкі етіп кесетін боламыз. Мінекей достар, барлығын кесіп жайып алдық. Енді ішіне қоспамызды, жаңағы дайындаған қоспамызды салып түйетін боламыз. Екі жанынан түйіп аламыз және сол жанындағы ашық жерлерін қолымызбен және қысып, мінекей түйіп шығатын боламыз. Егер де жабыспай қалып жатқан болса, кішкене қолыңызды суға батыра отыра, көп емес, кішкене батыра отыра, осылай жабыстырып алуға кеңес берер едім. Мінекей достар, барлығын түйіп дайындап алдық. Енді қызып тұрған майымызға, алдын ала қыздырып алған майымызға барлығын салып пісіріп аламыз. Бақылап тұруларыңызды сұраймын, себебі өте жылдам піседі. Көріп тұрғандарыңыздай түсі де, түрі де өте керемет. Тәбет ашатындай осындай әдемі чебурекілеріміз дайын болады. Ыстықтай ұсынсаңыз, мінекей кез келген қонағыңыздың жүрегін жаулайтын осындай керемет чебурекілеріміз дайын болды. Мінекей арасын көріңіздер, қандай керемет. Мінекей брынзаларымыз созылып, өте әдемі болып тұр. Достар, арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Менің арнамнан көптеген түрлі тәтті тағамдарды таба аласыздар. Назарларыңызға рахмет.